Сәлем достар, бүгін Түркияда таң намазы әдеттегіден ұзақ оқылды. Тура бір сағаттан кейін таңғы 8-де Түркияның ғана емес әлем тарихына ықпалы болары анық сайлау басталады. Басты екі кандидаттың алған бағыттары мүлдем екі бөлек. Біреу батыс мәдениетін бүткіл ЛГБТ-сымен қатар қолдаса, екіншісі заманауи дәстүрлі ислами ортаның болғанын жөн санайды. Қолдаушыларда 50-50 болып қақ жарылып тұрғандай. Режеп Тайып Ердоған кеше ақшам намазынан соң Айя София мешітінде Бақара сүресінің алғашқы 5 аятын оқыды. Жиналған кісі арасында сан болмады. Қасиетті Құранның Бақара сүресінің 5 аятында міне солар Раббыларынан келген нағыз тура жолда, әрі олар мәңгілік азаптан құтылып, ең үлкен жетістікке, мақсат мұратына жеткендер делінеді. Ал сол уақытта оның қарсыласы Кемал Кылычдароглу болса, Түркияның астанасы Анкарадағы Мұстафа Кемал Ататүріктің мавзолейіне барды. Егерде Режеп Тайып Ердоған жеңбей қалса, Қазақстанға қандай салдары болады? Бірінші, Түркиядан онсыз да көп келмейтін тауардың мүлдем келмеу қаупі бар. Екінші, бауыр халық Түркі одағы тұран әскері деген әлем халқын елеңдететін сес-тұрандар тоқтатылады. Үшінші, түрік елдерінің мәдениетінің сақталуы мен дәріптелуіне кері әсері болады. Төртінші, Түркия толық еуропаланып Орта Азияға жабылады. Бесінші, Түркияның Ертұғырыл Осман Абдулхамид сияқты миллиондардың жүрегін жаулаған, сонау Латын Америка тұрғындарының лек-легі мен исламға келуіне себебін тигізген тарихи ислами танымдық сериалдар Қазақстанға ғана емес әлемдік көрсетілімін тоқтатылады. Бұл менің ғана пікірім. Сіз не ойлайсыз, оқырман?